Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып пісетін шелпек нан пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 150 грамм жылы сүтімізге 150 грамм жылы суымызды қосамыз. Шай қасық пен жарты қасық тұз және қант қосамыз. 180 грамм 20% қаймақ және 1 шай қасық қопсытқышты қосып жақсылап араластырамыз. Сұйық массамыз жақсылап араласқаннан кейін 700 грамм ұнымызды илеуіштен өткізе отырып қосамыз. Қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын болуы керек. Қамырымызды 20 минутқа бұқтырып алғаннан кейін 9 бөлікке бөлеміз. Кей жерлерде 7 шелпек болады, кей жерлерде 9 шелпекте жасап жатады. Сондықтан мен 9 шелпек жасадым. 9 бөліктің әрқайсысы 130 грамм шамасында болды. Аздап ұнымызды сеуіп, дөңгелетіп, шелпектерімізді жайып шығамыз. Шелпектерімізді қатты қызып тұрған майда екі жағын бірдей қызартып пісіріп аламыз. Осымен біздің шелпектеріміз дайын. Шелпектеріміз өте жұмсақ, үгілмейтін, ең бастысы ешқандай ашытқы қосылмайды. Егер де сіздерге менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал. Астарыңыз дәмді болсын.